Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды апта бойы алғашылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батуылға хабарларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қар, боран, көктайғақ 22 қарашаға арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет синоптиктері 22 қарашада Қазақстанның барлық аймағындағы дерлік күн бұзылатындығын ескертеді. 22 қарашада түнде Қызылорда облысының орталығында, солтүстігінде тұман түседі. Жел солтүстік шығыстан соғады. Таңертең және де күндіз облыстың орталығында, оңтүстігінде күші 15-20 метр/секунд жылдамдықпенен соғады. 24 қарашада Жамбыл облысының солтүстік шығысында, таулы аудандарында солтүстік шығыстан жел соғады, кей уақыттарда 30 метр/секунд және де одан да асып кет түседі. 22 қарашада түнде және де таңертең Түркістан облысының оңтүстігінде, батысында, солтүстігінде және де таулы және де тау бөктері аудандарында тұман түседі. 22-24 қарашада Жамбыл облысының таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Тұман түседі. Солтүстік шығыстан жел соғады. Облыстың оңтүстік батысында, солтүстік шығысында, таулы аудандарында 15-20 метр/секунд, екпіні 20-28 метр/секунд. 22 қарашада Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі. Маңғыстау облысының оңтүстігі шығысынан жел соғады. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Астанада түнде жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Түнде және де таңертең тұман түседі. 22 қарашада түнде Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде жаяу бұрқасын болады. Солтүстік батыстан жел соғады. Түнде облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Абай облысында бұрқасын. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында көктайғақ болжануда. Түнде және де таңертең облыстың оңтүстігінде тұман түседі. Оңтүстік батыстан соғатын жел солтүстік батысқа ауысады. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында 15-20 метр/секунд жылдамдықпен жел соғады. Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда қатты қар жауады. Бұрқасын. Облыстың батысында, солтүстігінде көктайғақ. Түнде және де таңертең облысының шығысында тұман түседі. Оңтүстік батыстан соғатын жел солтүстік батысқа ауысады. Оқи отырыңыздар. Ауа райына байланысты Қазақстандағы екі облысында көлік қозғалысына шектеу қойылады. 22 қарашада түнде және де таңертең Батыс Қазақстан облысының солтүстік шығысында тұман түседі. Жел оңтүстік шығыстан соғады. Облысының батысында, оңтүстігінде, солтүстігінде екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Түнде және де таңертең Ақтөбе облысының шығысында, оңтүстігінде тұман түседі. Алматы облысының оңтүстігінде, батысында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ болады. Солтүстіктен жел соғады. Облыстың батысында кей уақыттарда екпіні 18 метр/секунд құрайды. Алматы қаласында 22 қарашада түнде және де таңертең тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Атырау облысының оңтүстік шығысында жел соғады, екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Түнде Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын болады. Облысының батысында, солтүстігінде тұман. Солтүстік батыстан жел соғады. Түнде облысының солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман түседі. 22 қарашада түнде солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі. Облыстың батыстан жел соғады. Түнде облыстың оңтүстік шығысында екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Түнде Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын, көктайғақ күтілуде. Түнде және де таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде тұман түседі. Солтүстік батыстан соғатын жел оңтүстік батысқа ауысады. Түнде облыстың шығысында екпіні 15-20 метр/секунд құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.